Қазақстан Республикасының аумағында әрекет етуге тыйым салынған лаңкестік, экстремистік және діни ұйымдар. Асбат аль-Ансар – маркстік-лениндік ағымдағы исламдық ұйым. Құрылған күні 1989 жылы Эйн аль-Хилвет Ливандағы босқындардың ірі палестиналық лагері. Негізін қалаушы Шейх Хишам Шрейди. Басты мақсаты Палестинадағы израильдік оккупациямен күрес және Ливанды батыстық ықпалдан қорғау. Ливандағы ықпал үшін Арафат партиясымен ішкі күрес жүргізеді. Аль-Каидамен тікелей байланыста және оған кадрлар жеткізіп тұруға міндеттенеді. 2000 жылы Асбат аль-Ансар Бейрутта Ресей елшілігін гранатамен атқылап, Макдональдс рестораны мен бақ редакциясына шабуыл жасаған. Топ сарбаздарының Ирактағы Ресей дипломаттарының ұрлануында қатысы бар. Мұсылман ағайындар – халықаралық діни саяси террорлық ассоциация. Құрылған күні мен орны 1928 жылы наурыз айында Египет жерінде. Негізін қалаушы аға оқытушы Хасан аль-Банна. Негізгі мақсаты исламдық емес үкіметтерді жою және әлемдік масштабта ұлы ислам халифаты деп аталатын билікті ең алдымен мұсылман халықтары басым өңірлерде, соңынан Ресейді қоса ТМД елдеріне де құруды көздеген. Қызметінің негізгі нысандары басқа діндерге төзімсіз әскери исламдық насихат, мешіттерде жақтастарды белсенді тарту, аумақтың шектеусіз әскери жихад жасау. Талибан қозғалысы қашқын пушкундарға арналған діни училищелерді бітірген түлектерден құрылған исламдық қозғалыс. Құрылған күні мен орны 1989 жылы Пакистан жерінде. Жалпы негізін қалаушы Молда Мухаммед Омар, орталығы қазіргі Кандагар қаласы. Басты мақсаты шынайы исламдық мемлекеттерді құру. Талибтерді алғашқыда 3 ел ғана таныған: Пакистан, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Эмираты. Талибтер бақылайтын аумақтарда теледидар көруге, батыс музыкасын тыңдауға тыйым салынған. Әйелдер паранжа киеді. Оларды оқуға, жұмыс істеуге құқықтары жоқ. Талибтер елдегі исламдық емес барлық дүниені, соның ішіндегі мәдениетті жою жөніндегі фанаттық саясат ұстанады. Бозгурт жаңа 10 жыл ұлтшылдық сипаттағы түрк әскерилендірілген ұйымы. Басқа атауы Серые волки. 1965-70 жылдары құрылған. Негізін қалаушы полковник Альп Арслан Түркеш. Басты мақсаты туранизм, түркі халықтарының біріккен мемлекетін құру. Бүгінгі таңда Европа, Араб елдері ТМД-да 30 мыңнан астам мүшесі мен 80-ге жуық филиалдары бар деп танылған. Аталған ұйым мүшелерінің Алматы қаласында және оңтүстік Қазақстанда болу фактілері де байқалады. Олар Түркияда оқып жатқан қазақстандық студенттерді өз қатарларына үгіттеу жұмыстарын ұйымдастырған. Ұйымның қызметіне Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының 2004 жылы 15 қазандағы шешіміне негізделіп тыйым салынды. Орталық Азиядағы мұджахидтер жамағаты – халықаралық террористік ұйым. Басқа атауы исламдық джихад тобы. Негізін қалаушылар Өзбекстанның исламдық қозғалысының жауынгерлері. Өзбекстанның территориясында ұйымдасқан. Мақсаты елдің конституциялық құрылысына нұқсан келтіру және ақш, Израиль, оның одақтастарына қарсы, атап айтқанда исламдық жаулармен күресу. 2004 жылы Қазақстанның құқық қорғау органдары Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан елдерінде жұмыс жүргізу арқылы Орталық Азиядағы мұджахидтер жамағатын ұйымын әшкерелеп жойды. Лакшри Тайба Үнді штаты Джамму мен Кашмирдағы Пакистан әскерилендірілген экстремистік сунниттік тобы. Басқаша атауы Армия Бога. 1980 жылы құрылып, Афганистанның Кунар провинциясында орналасқан. Негізін қалаушы профессор Хафиз Мухаммед Саид. Басты мақсаты әлемдегі мұсылмандарының басын біріктіру, мұджахидтерге әскери көмек беру, түрлі террористік ұйымдарға қаржылай көмектесу. Марказ Дава ул Иршад пакистандық фундаменталист ұйымының әскери қанаты болып табылады. Әлеуметтік реформалар қоғамы, басқа атауы Джимият аль-Ислах аль-Иджтимай. Қайырымдылық көмек беру мәртебесі бар үкіметтік емес ұйым. Бас штаб-пәтері Эль-Кувейт қаласында орналасқан. Оңтүстік Қазақстанда 1998 жылы қызмет жасаған. Әлеуметтік бағдарламаны бүркене отырып, мұсылман бауырлар лаңкестік ұйымының алдына қойған мақсаты ислам басқармасы қағидаларының жолымен дүниежүзілік көлемде ТМД елдеріне ислам халифатын орнатуды көздейді. Солтүстік Қазақстандағы қарулы джихад жасырынғы қаржыландырған. Аль-Каида
әртүрлі елдердің соғысқұмар адамдары қаржыландыратын және қызметіне бағыт беретін халықаралық ұйым. Құрылған күні мен орны 1988 жылы Ауғанстан территориясы. Негізін қалаушы Сауд исламисі Осама бен Ладен. Аль-Каиданың басты мақсаты мұсылман елдеріндегі шіріген және еретикалық басқару режимін құрту. Ол жерлерге шариғаттық билік орнату болып табылады. Аль-Каида антибатыстық радикалды бағыт ұстанады және Американы исламның басты жауы деп санайды. Америка Аль-Каиданы және Осама бен Ладенді террористік қызмет жүргізгені, соның ішінде Нью-Йорктағы 2001 жылғы 11 қыркүйекте терактілері өткізгені үшін айыптады. Өзбекстандағы исламдық қозғалыс бірден-бір қауіпті халықаралық террористік ұйым. Басты атауы Исламское движение освобождения Узбекистана, партия исламского возрождения. Құрылған жылы 1996 жылы. Негізін қалаушы Тахир Юлдашев. 2001 жылға дейін әскери топтың басшысы Жума Хаджиев болған. Басты мақсаты Ферғана жазығында ислам мемлекетін құрау. Ол Аль-Каида, Талибан, Хазиб ат-Тахрир, братья мусульмане және тағы басқада ұйымдармен тығыз байланысты қарым-қатынас жасады. Ұйымның көшбасшылары елдің конституциялық құрылысын қиратып, исламдық мемлекет құруды көздейді. 1999-2002 жылдары біздің елімізде Өзбекстанда іздеу жарияланған қозғалыстың 13 жауынгері ұсталынған. Шығыс Түркістандағы азат ету қоғамы. Шығыс Түркістанда қауіп тудыратын террористік ұйым. Басқа атауы Шығыс Түркістанның халықтық партиясы. Атап айтқанда ШАТ. Құрылған күні 1994 жылы. Қозғалыстың көшбасшысы Майматин Айзлат. Басты мақсаты КХР-дің Шынжан ұйғыр автономиясының ауданында жеке мемлекет құру. Қытай билігімен қарулы қақтығыс жүргізу. Қызмет аясы Аль-Каида және Талибан ұйымдарының қолдауымен жас сынзияндықтардың қатарларына тартып, олардан кейін Ауғанстанда оқу-жаттығу жүргізу лагерлеріне жіберіп, террористік қызмет тактикаларын үйретеді. Қытай және Орта Азия елдеріне жасаған террористік актілерге қатысы бар. Ұйым қарулы шабуыл жасау және есірткі, қару-жарақ бизнесімен айналысып, қаражат тапқан. Күрд халық конгресі, басқа атауы Конгрегель Рабочая партия Күрдистана деп аталады. 1978 жылы 27 қарашада құрылған. Қозғалыс басшысы Абдулла Оджлан. Негізгі мақсаты қарулы күрес арқылы Түркияның оңтүстік шығысында, Қазақстанда және басқа да ТМД елдерінде тәуелсіз күрд мемлекетін құру. 1998-1999 жылдары Алматыда күрд диаспорасының көшбасшылары мен белсенділері антитүріктік бағытта экстремистік акция ұйымдастырды. 2006 жылы осындай акция өткізілуіне тосқауыл қойылды. Хизб ат-Тахрир аль-Ислам, сунниттік діни саяси экстремистік ұйым. Құрылған күні мен орны 1953 жылы Иерусалимнің египеттік филиалы ретінде құрылды. Негізін қалаушы жергілікті шариғаттық апелляциялық соттың судьясы Такиуддин ан-Набхани Филаси. Көшбасшысы Ата Абу Рашта, ізбасары Абдул Кадим Залума. Басты мақсаты бірінші Палестинадағы сионистік экспансияға қарсы тұру. Өткен ғасырдың 90 жылдарынан бастап исламдық өмір бейнесі және исламдық мемлекетті қалпына келтіру. Аум Сенрике. Антиәлеуметтік бағытта ұстанған қауіпті тоталитарлық экстремистік дін. Басқа атауы движение истины Аум, жаңа атауы Алеф. Құрылған күні мен орны 1984 жылы Жапония. Көшбасшысы Секо Асахара, Шинато Тидзуо Муцумото. Басты мақсаты билікке ұмтылу. Әскерилендірілген ұйым жаппай жою мақсатында қолданылатын қару шығаратын зауыты бар. Діні өте құпия, эзотерикалық сипатта құрылған. Негізгі ақиқаттары бөгде адамдардан және табынушылар санатына кірмегендердің құпия ұстау. 1995 жылы 20 наурызда Аум Сеникери Асахараның тікелей бұйрығымен Токиоға газбен шабуыл жасалынады. 12 адам өліп, 5000 адам зардап шеккен. 1994 жылы осындай террористік акт Нагано префектурасында да болады. 7 адам қаза тапқан. 1995 жылы 22 наурызда Аум ғимаратында 500 адам қоршалып, ессіз күйінде табылған.
1995 жылы 16 мамырда жапон полицейлері Секо Асахараны тұтқындайды. 2004 жылы сот Асахараны кінәлі деп тауып өлім жазасына кеседі. 2006 жылы 15 қыркүйекте Жапонияның жоғарғы соты соңғы апелляциядан бас тартты. Қазіргі таңда үкім орындалған жоқ. Әлі күнге дейін 17 бап бойынша тергеу жұмыстары жалғастырылуда. Шығыс Түркістанның исламдық партиясы, халықаралық террористік ұйым, басқа атауы Исламское движение Восточного Туркестана, партия Аллаха, Революционный фонд народа Восточного Туркестана. Құрылған жылы 1998 жыл. Негізін қалаушылар Айсан Махсуд и Абдукадир Япунцион. Басты мақсаты Қытайды террористік әдіспен қирату. Шыңжаң аумағында біріккен Шығыс Түркістан исламдық мемлекетін құру болып табылады. Партия жақтаушыларының қызметі Алматы өңірінде байқалды. Осы ұйымның мүшелері 2000 жылдары 2 полиция қызметкерін өлтіріп, ұстау кезінде қарсылық көрсеткендері үшін көздері жойылды. Аль-Аят – оккультивті сипаттағы қарапайым ілім, басқа атауы аят. Фархат ата тобы құрылған жылы 1990-95 жылдары. Негізін қалаушылар Ұйғыр ауданы Шонжы ауылының тұрғындары, Алматы облысының колхоз шофері Абдуллаев Фархат Мухамедұлы және оның әйелі Нина. Діни журналы Звезда Вселенной. Негізгі әдістері 3 бөлімнен тұрады. Өмір формуласын айту, күн нұрымен емдеу, арасанзон энергетикалық қуат беретін шай, байқа шайы. Шайдың құрамында шай, сүт, тұз көп ішу керек және тағы басқалар сияқты. Шайды ішуге немесе онымен денені шаюға да болады деген ілім ұстанған. Ұйымның қызметіне Астана қаласының сотының шешімімен 2009 жылы 12 қарашада тыйым салынды. Ата жол, Ақ жол, Ақорда. Өз қызметін Ақ жол ұйым ретінде 1997 жылы ақпан айында бастады. Кейіннен Ата жол деп атын өзгертіп, 2001 жылы Алматыда коммерциялық ұйым ретінде тіркелген. Аталмыш ұйымның басты мақсаты белгілі бір төлемақыға адамды әулие жасау. Емдеу курсына ата-бабаларының аруақтарымен байланысу үшін Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы киелі жерлерге баруды енгізген. Адамның оның сәуегейлік пен емшілік қасиетіне ие екендігіне және адамдарды кеселден емдей алатындығына сендірген. Егер ол аруақтардың шақыруына құлақ аспас болса, ол бақытсыздыққа ұшырайды деген. Еліміздің құқық қорғау органдар тарапынан Ақ жолды қаржыландыру көздерінің Аль-Аятаға секілді ұстанушыларын міндетті ақша аударуы болып табылатынын анықтаған. Қаржыландыру ұстанымдары ағымның әр мүшесінің ағым құралымындағы деңгейін көтеру үшін өзімен бірге жаңа ұстанушыларды көбірек әкелу жағында қаржылық пирамидаларға да ұқсайтындығын анықтаған. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы заңның 20 бабының 3 тармағында 19 бабына сәйкес мемлекеттік қауіпсіздігін бұзуды насихаттауға және тұрғындардың денсаулығына нұқсан келтіретін факторларға жол берілмейді. Джун аль-Халифат немесе халифат сарбаздары деп аталады. 2011 жылы 31 қазанда Атырау қаласында 2 жарылыс болды. Бір мезгілде ер адам қайтыс болып, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы терроризм бабы бойынша 2 қылмыстық іс қозғады. Жарылыс үшін жауапкершілікті халифат сарбаздары ұйымы мойнына алды. 2001 жылы 24 қазанда халифат сарбаздары дін туралы заңнан бас тартқан жағдайда күш көрсету актілерін ұйымдастырамыз деп Қазақстан билігіне мәлімдеген. 2011 жылы 9 қарашада Джун аль-Халифат ислам ұйымының лидері Равиль Кусайынов Минбар медиа жобасының журналистіне сұхбат беріп, Қазақстанға қоқан-лоқы көрсеткен. Осы жағдайға байланысты Атырау қаласының соты 2011 жылы 25 қарашада шешім негізінде халифат сарбаздары ұйымының қызметіне тыйым салды. Ат-Тахфирулла аль-Хиджра Европалық кеңес елдерінде, Ресей Федерациясында, Қазақстан Республикасында және басқа да мемлекеттер қатарында тыйым салынған экстремистік ұйым. Қазіргі такфир жамағаты да пікірлерін қабыл алмаған, немесе қабыл алып жамағаттарына қосылмаған және сол жамағаттың имамдарына ермеген әрбір
адамды, христиандарды және иудейлерді ғана емес, сонымен қатар басқа да мұсылмандарды кәпір санайды, нақақтан нақақ айыптайды. Ал жамағаттарына кіріп қайтадан тура жолға түскен мұсылман діннен қайтқан деп, сатқын деп кінәлайды, тіпті оны өлтіруге де болатынын жасқанбай айтады. 2014 жылы 18 тамызда Астана қаласының прокуратурасының арызы бойынша Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотымен ат-такфираллах хиджра халықаралық ұйымының экстремистік деп танылуы және оның қызметіне Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салу туралы шешім қабылданды.